Жалғасы. Қартайған шағында Жүсіп қорлықты келіннен көре бастады. Отырса опақ, тұрса сопақ болып, өз үйінде өзі емін-еркін жүре алмайтын хәлге жетті. Баласына ләм деп аузын ашайын десе, екеуінің обалына қалам ба деп қорқады. Батыр таңнан кешке дейін базарда. Үйдегі соғыс тұтанып, жалынға айналды. Бір күні кешкі тамақ ішіп отырғанда Жүсіп сөз бастады. Балам, ұзақ ойланып, бір шешімге келдім. Үйде құр жүріп жалықтым. Енді жұмысқа да жарамаймын. Мені қарттар үйіне апарып өткіз. Мына үйге бәріміз бірдей сыймаймыз. Сол жақтан өзім секілді қарттарды табармын. Әңгіме дүкен құрармын. Сен келіп тұрарсың, деді қария. Әке, о не дегенің? Мен түрі тұрғанда қарттар үйі дегенің не сұмдық? Мынауыңды енді естімейтін болайын, деді Батыр. Еркек желдің қай жақтан соғып тұрғанын сезген жоқ. Шын мәнінде Жүсіптің аузына осы сөзді салған Айман еді. Қарттар үйіне кетпесең, үй-жайыңды заңды түрде тартып алып далада қалдырам деп қорқытып қойған. Жастайынан оқымай қалған Жүсіп, неке куәлігінің соншалықты күші бар екеніне имандай сенді. Құжат дегеннен қорқатындардың бірі осы Жүсіп болатын. Ұйықтар алдында Айман Батырды құшақтап жатып сөз бастады. Осы әкеміз жалғып жүрген сияқты. Күні бойы телміріп, бір орнында тапжылмай отырады. Ауық-ауық өз-өзінен сөйлейтінді шығарған. Негізі саған айтпайын деп едім. Бірақ сен жоқта маған бір нәрсе істеп қояма деп қорқамын, деді әйел. Батыр ойланып қалды. Шын мәнінде Жүсіптің ештеңесі жоқ еді. Денсаулығы нашарлағаны рас, бірақ адам шошырлық диагнозы жоқ, ақыл есі де орнында. Айманның көкейін тескен дүние басқа болатын. Шынтуайтына келгенде Айман бұған дейін бір рет есік көрген. Некесі сәтсіз болып бір қызды дүниеге әкеліп, ол қызды әжесіне бағуға беріп, Батырға үйі болған үшін ғана есеппен тұрмысқа шыққан еді. Бала көтертпейтін дәрі ішіп жүргенін өзінен басқа тірі жан білмейді. Жан дерті жалғыз қызын қолына алып, сол қызды өсіріп өндірсем дейді. Ол үшін алдымен Жүсіптің көзін құртып, кейін Батырды да қаңғыртып жібермек болды. Айманның себепті себепсіз атасына соқтығысып жүргені осыдан болатын. Айман күйеуіне әкесінің ақыл-есі кемістігін көп айта бастады. Жарымжан деген сайын сау әке баласының көзіне де жарымжан болып көріне берді. Күбірлеп, өз-өзінен сөйлесіп отырғанын көргенде, әйелінің айтып жүрген сөзі шын ба деп қалды. Жүсіп бұл уақытта ішінен дұға сүрелерін оқып отырған. Көзін шел басқан Батыр әкесін қарттар үйіне өткізу туралы шынымен ойланды. Бір күні жұмыстан келсе, әйелі шыңғырып жатыр. Есікті ашып қалып еді, әкесі Айманның үстінде жатқан жерінен түсті. Міне, көрдің бе? Міне, мен айтқанда сенбедің. Сен келмегенде мені зорлайтын еді. Қайта дер кезінде үлгердің, абыройымды айрандай төкті-ау деп Айман шашын жұлып еңіреді. Батырдың көзі көрмей қалды. Ашудан қалшылдап, әкесін жағасынан ұстап далаға атып ұрды. Балам, сұр жыланның арбауына түспе. Келе жатқаныңды байқап, мені үстіне жыққан өзі, көксегені мені үйден қуы болса, баяғыда айтқам, қарттар үйіне кетем. Сенің бақытың үшін шыдап келемін. Мына сұр жылан сені жұтпай қоймайды, деді Жүсіп кемсеңдеп. Батыр кімге сенерін білмей аңтарылып тұрып қалды. Әкесін де, әйелін де жамандыққа қимайды. Бөлмесіне кіріп мән-жайды түсінбек боп, әйелін сұрақтың астына ала бастады. Түш, үндеме, саған айтар сөзім бар. Сен жақында әке боласың, деді Айман. Не? Батырдың ашуы сап тыйылды. Әйелін құшақтап шыр айналдырды. Келесі күні Батыр несиеге алған ескі көлігін тұтатып, Жүсіпті қарттар үйіне әкеліп тастады. Әке, маған ренжімеші. Уақытша осында бола тұр. Кейін үлкен үй салып сен әкетем, деді Батыр көзіне іркілген жасты көрсетпеуге тырысып. Балам, бастысы, сен бақытты болшы. Маған алаңдама, деді де қария қарттар үйіне қарай аяңдады. Батыр үйіне келіп алдынан жайраңдап шыққан Айманға көз қырын салмастан бүк түсіп жатып қалды. Өзін соншалықты бейшара адам сезінді. Жалғыз әкемді қалайша, қарттар үйіне қидым, қалайша, не деген оңбаған адам едім. Бір көкжелкенің сөзінен аса алмадым-ау. Осыдан балам туылсын, әкемді қайтарам деп өзін жегідей жеді. Күн артынан күн, ай артынан ай сырғыды. Жүсіп қарттар үйінде жатып құса боп тез қартайды. Жалғыз ұлынан сатқындық көрген қария өкпесін суықтатып ауруға шалдықты. Айманның ендігі жоспары Батырды қаңғыртып жіберу еді. Әйелдің айласы бұған толық жететініне сенімді еді. Айман қанша тырысса да, жастайынан қиыншылық көріп өскен Батыр оңай шағылатын жаңғақ емес екенін көрсетті. Іш сыртқа бірдей шаруақор Батырдың бар ойы үлкенірек үй салып әкесін қолына алу.
осы жолда тынбай еңбектене бастады. Сенің ішің неге шықпайды? 2 қабатпын дейсің, қане бала? Деді Батыр. Бір күні кенеттен әйелдің үстінен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Өз өтірігін өзі ұмытуға шақ қалған. Ішім осылай жай шығады менің, деп күлді Айман. Оны қайдан білесің? 2 қабат боп бала туып көріп пе едің? Деді Батыр. Оны дегенің жоға? Деді Айман жүзі сұрланып. Барып тексеріл, мә ақша, деді де еркек үстел үстіне ақшаны қойып, өзі жұмысқа кетуге дайындалды. Әкесін өткізіп жібергелі томаға тұйық, әйеліне біртүрлі салқын. Айман бұл жолы қандай өтірік құрастыратынын білмеді. Түсіп қалды деп айтам, деп ойлады әйел. Батыр берген ақшаны алып, жинап жүрген ақшасының ішіне қосты. Қызыма, күйеуі келер уақытта өтірік ыңырсып төсекте жатты. Батыр шошып кетті. Ішім қатты ауырып жатыр, ішім-ай, ішім, деп дөңбекшіді. Ішіңе не болды? Қазір, деді де Батыр жедел жәрдем шақырды. Бұны күтпеген Айман атып тұрды. 5 минут өтпей жедел жәрдем жетті. Тығырыққа тірелген Айман не істерін білмеді. Жедел жәрдем қызметкерлері кірген кезде ыңырсып, ішім деп жатқан еді. 2 қабатсыз ба? Деді ақ халаттылар. Иә, деді Айман. Шындығында келіншектің ішінде бала тұрмақ таста жоқ. Жедел жәрдем келіншекті бұлтпай салып алып ауруханаға әкелді. Айманның әшкере болатын уақыты таяу. Дәрігерлер тексерістен соң бірден келіншектің бойында бала жоқ екенін айтты. Қайдағы бала? 2 қабат емессіз, деді дәрігер. Не, мүмкін емес, сендер кінәлісіңдер, деп бұл жолы да қулыққа басты келіншек. Дәрігер мырс етті. Бұндайлардың талайын көрген, сол кезде кабинетке қайдан келгені белгісіз Батыр кіріп келді. Ол үйде қалған сияқты еді. Жедел жәрдем көлігінің артынан жүріп отырғанға ұқсайды. Айман ләм деп үлгерген жоқ. Дәрігер, күйеусіз бе? Келіншегіңіздің бойында бала жоқ. Қан қысымы бәрі қалыпты. Не үшін жедел жәрдем шақырғансыздар? Деді. Батыр Айманға ала көзін қадап жүр деп бұйырды. Келіншекті жұлқылап көлігіне отырғызды. Мен сені қазір өз қолыммен өлтірем. Қане бәрін айт, деп Айманның алқымынан алды Батыр. Тоқташы қане, бәрін түсіндірем, деп жыламсырады Айман. Әкемді қуып шығу үшін ойлап тапқан қулығың екен сен мұстанның. Дәл қазір әкеме барасың да кешірім сұрайсың, аяғына жығыласың, үйге келесің. Олай етпейді екенсің, жүгіңді жина да тайып тұр, көзіме көрінбе, ұқтың ба? Деп бақырды Батыр. Батырдың бұндай түрін Айман алғаш рет көріп тұр. Қалшылдап қорқып кетті, үнсіз қалды. Батыр көлікті жұлқи айдап, даңғыл жолға шықты. Іштегі ашу-ыза көліктің сыртына шығып, сырттай қарағанда бұл көлік жарылайын деп тұрған бомбаға ұқсады. Ызғытып келе жатыр еді, кенеттен бір нәрсе тарс етті. Не болды? Көліктегі екеу қапелімде түсінбей қалды. Мысық па, күшік пе, әйтеуір бір нәрсе алдарынан көлбеңдеп шыға келгенге ұқсайды.